Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ілияс Жансүгіров атындағы нөмірі 37-ші орта мектебінің 3-ші б сынып оқушысы Хамит Мұхаммедалидің анасы боламын. Есімім Айжан. Бүгін сіздерге мен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі құртты қалай жасау жолдарын көрсетпекші. Ол үшін біз бірінші сиырды сауып аламыз. Сауған сүтті сүзгіштен өткізіп пісіреміз. Пісірген сүтімізді жылы қабында айран етамыз. Ұйыған айранымыздан дорбаға құйып сүземіз. Ол қатық болады. Қатықтан құрт жасаймыз. Мына осындай қатық болады. Ол қатықты мен алдын ала тұз алдым. Тұзды өз мөлшерлеріңізбен саласыздар. Кім ашты жақсы көреді, кім ашты емес жақсы көреді деген сияқты. Осыдан құрт жасаймыз. Мынандай қатық болады ол. Осыны кішкене мөлшерден алып, азырдан алып, осындай сөйтіп домалақтаймыз. Әдемі домалақ болып шығу керек. Қатақ қасамызда ешнәрсе етпейді. Тығыздау болады. Қойып қоямыз. Екіншісін жасаймыз. Құрттың түрлері көп болады. Домалақ тәріздес, сықпа қылып деп айтып жатамыз. Төртіншілі қылып заманауи қылып жасап жатады. Әртүрлі дәмдеуіштер қылып жасап жатады. Біз өзіміздің қарапайым, өзіміз кішкентай кезімізде жеп үйреніп қалған жұмысты жасаймыз. Сөйтіп домалақтай бересіздер. Осындай әдемі құрт шығады. Немесе осындай алып сықпа құрт дейді. Сөйтіп қолыңызбен сығып, басып, саусақтың болмасын кетіресіздер. Бұндай да құрт болады. Жасап көрсетейін. Әдемі. Осы жасаған құрттарымызды далаға кептіреміз. Арнайы кептіретін өрле деген болады. Соған кептіреміз. Жауып, арнайы кептіреміз. Әдемі құрттар шығады. Пішіндері әртүрлі болады. Үлкен болады. Кішкентай, кішірек жасасаңыз болады. Қатырақ басамыз. Бұл сықпа құрт деп аталады. Міне біздің дайын болған құртымды көрсетпекші. Осылай әдемі құрттар пайда болды.